Баршаңызға сәлем, қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді, өте пайдалы холодец дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сиырдың сирағынан дайындаймыз. Холодецті сүйекке өте пайдалы екенін білеміз, әсіресе үлкен кісілерге өте қажет витамин. Ең алдымен сиырдың сирағын жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Міне менде дайын тұр барлығы. Енді кастрөлімізге су құйып, сирақтың барлығы батып тұру керек суға. Астын қойып, қайнағаннан кейін көбігін алып барып төгемін, өйткені көбігінің барлығы сирақтарға жабысып қалмауы керек. Бір қайнатып, осылай суын төгіп тастадым. Суы азайған кезде қақпағын жауып тұрып, жартылай шамалы ашып, түбіне дейін суының барлығын төктім. Тағы да кастрөлге су құйып, толтырып құямыз суды. Газдың астын жағып, қайнатып, көбігі шыққан кезде көбігін алып тастаймыз және дәмдеуіштер қосамыз. Тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, дәміне қарай саламыз барлығын, және лавр жапырағынан екеуін салдым. Қақпағын жауып қойып, тағы қайнағанын күтіп, дәмін көреміз сорпасының. Тұзы шамалы кемдеу болды, сол себепті тағы да тұз салдым. Міне тағы да қайнады. Енді дайындап қойған сәбіз, пияз, 2 тіс чеснок және зелень салып, барлығын тағы да қайнатамыз. Көкөністің барлығын 2 сағаттан кейін саламыз, қайнағаннан кейін. Сонда менде барлығы 4 сағат қайнады. Бізде жас мал болғандықтан тез пісті. Енді барлығын сүзіп алып, ең соңында сорпадағы қалып қойған сүйектердің барлығын сүзіп аламыз. 4 дана жұмыртқаны қайнатып алдым. Ол бізге холодецтің ортасына салғанға керек болады. Ендігі кезекте барлығы әдемі пісіп, былбырап піскен сүйектен ажыратамыз. Ажыратып, блендермен немесе ет тартқышпен езгенге ыңғайлы болу үшін осылай салып ыдысымызға дайындап аламыз. Көкөністің барлығын осы блендердегі салып езіп аламыз. Негізі ет тартқышқа салған дұрыс. Блендерлеріңізді сындырып жіберу мүмкін, ішінде сүйек болған жағдайда. Міне барлығын езіп, басқа ыдысқа салдым. Енді жақсылап араластырамыз. Керекті ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сорпаны да жақсылап араластырып, езілген көкөніс пен етіміздің барлығын осы сорпаға саламыз да тағы да араластырамыз. Каналыма тіркеліп, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қойларыңызды сұраймын. Ендігі кезекте піскен жұмыртқамызды 4-ке бөліп, мен осындай кесеге жасауды жөн көрдім. Осылай 2-2 данадан кесенің түбіне салып, дайын сорпамызды құямыз. Формасы әдемі шығу үшін кесеге құйдым. Қалғанын қамыр салатын табаққа құйдым. Қалғаны менде тура осы табақпен бірдей болып шықты. Жақсылап араластырып қоямыз бұны да. Енді салқын бөлмеге немесе холодильникке салып қоямыз. Міне біздің холодеціміз дайын болды. Өте дәмді, өте әдемі шықты. Әсіресе үлкен кісілерге жеуге кеңес беремін. Міндетті түрде жеу керек үлкен кісілер.
дастарханға қойғанға да, қонақ күткенде де, күнделікті жегенге де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.